Атырау облысындағы бүкіл елді дүр сілкіндірген атышулы іс бойынша жаңа дерек. Жангелдин ауылында жоғалған отбасының құпиясын ашамын деп, желіде атыраулық хакер атанған Нұрлан Түркияда қолға түсті. Ол шын мәнінде әділдік іздеуші ме, әлде заңнан қашқан алаяқ па? Неліктен ол шетелде құрықталды? Бүгінгі шығарылымда осы оқиғаның ақ-қарасын ажыратуға тырысамыз. Құрметті тыңдарман, каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Нұрлан есімді бұл жігіт Қызылқоға ауданындағы Қарабалиндер отбасына қатысты қылмыстық іс бойынша белсенді зерттеумен танымал болды. Ресми органдар ақпаратты сараң беріп жатқанда, ол әлеуметтік желіде өзіндік детективтік зерттеу жүргізді. Сим-карталар құпиясы. Ол жоғалған жандардың телефондары адамдар жоғалғаннан кейін де белсенді болғанын айтып, көпшілікті таңғалдырды. Геолокация деректері де оның айтуынша сигналдар тіпті Қазақстаннан тыс жерлерден байқалған. Қызықтысы, оның айтқан болжамдардың көбі кейіннен ресми деректермен сәйкес келген. Бірақ полиция бұл мәліметтер о бастан өздерінде болғанын айтып мәлімдеді. Қылмыстық істер, алайда халық қаһарманының образының артында басқа да шындық жатқан болып шықты. Атырау облыстық полиция департаментінің мәліметінше, Нұрланға қатысты бұған дейін 4 қылмыстық іс қозғалған. Бап алаяқтық. Келтірілген шығын көлемі 13 миллион теңгеден астам. Дәл осы істер бойынша ол халықаралық іздеуге беріліп, нәтижесінде Түркияның Самсун қаласында Интерполдың көмегімен ұсталды. Қазіргі уақытта оны Қазақстанға жеткізілу мәселесі шешілуде. Естеріңізге сала кетейік, бұл іс 2025 жылдың күзінде басталған болатын. Жангелдин ауылында бір отбасының 4 мүшесі жоғалған. Және де олардың балалары әлі іздестірілуде. Негізгі күдікті отбасының күйеу баласы Сұлтан Сәрсемәлиев. Қорытынды жасайтын болсақ, бұл оқиға атыраулық хакердің ұсталуымен аяқталмайтыны анық. Ол шынымен де отбасына қатысты қылмыстық іске көмегі тиген бе? Әлде бұл жай ғана хайп пен алаяқтық па? Тергеу анықтайтын болады. Сіз қалай ойлайсыз? Нұрланның зерттеулері шындық па? Әлде бұл оның заңнан жалтару амалы ма? Пікірге жазау кетіңіз, құрметті тыңдарман.